Арқаның бұлшеттерін дамытуға арналған керемет жаттығу. Бұл жаттығу тяга верхнего блока широким хватом деп аталады. Қалай орындаймыз? Кез келген бұндай тренажерда өзінің мынандай фиксаторы болады. Бірінші сәтте біз осы фиксаторды дұрыс орнатуымыз керек. Яғни біздің аяғымыз нық тұру қажет. Менің жағдайымда мен бұны түсірем. Міне, аяғым нық тұрды. Келесі мен мына рукоятканы алам. Бізде тяга верхнего блока широким хватом болғандықтан иықтан алшақтау қуып ұстаймын. Одан кейін отырам, екі аяғымды нық саламын. Келесі маңызды нәрсе ол иық түсіп тұру керек. Иық яғни бүйтіп көтеріліп тұрмайды, иық түсіп тұрады. Белім түзу, одан кейін шынтақты алға шығарып тұрып, кеуденің жоғарғы бөлігіне қарай тартам. Тартам, жай жіберем. Тартам, жай жіберем. Қандай қателіктер болуы мүмкін? Бірінші қателік ол егер иық былай көтеріліп тұратын болса, осылай тарту. Бұл дұрыс емес. Бұл сендерге иық буындарына зақым келтіруі мүмкін. Келесі қателік ол егер иық түсіп тұрғанымен арқа дөңгеленетін болса, былай. Бұл да дұрыс емес. Бұл сендердің шынтақ буындарына және де иық буындарына зақым келтіреді. Сондықтан міндетті түрде иық түсіреміз, кеудені жоғары жағына тартамыз. Және де бір қателік ол шынтақтың артқа кетуі. Егер сендер тартқан сәтте бүйтіп артқа қарай кетіп жатса, бұл шынтаққа зиян. Былай жасамаймыз. Шынтақ әрқашан алдында болу керек. Келесі тағы қателік ол артқа қарай шалқайып тұрып былай жасау. Шын негізінде былай орындауға болады, бірақ ол арқаның ортаңғы бұлшеттеріне әсер етеді. Егер біздің мақсатымыз арқаның шеткі бұлшеттері болса, біз түзу сәт осылай орындауымыз керек. Сонда бізде арқаның шеткі бұлшеттері жұмыс жасайды. Лайк бас, тіркел.